Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы деген ақын Ғафу Қайырбековтың өлең жолдарын оқығанда мен өзімді бақытты сезінемін. Ұстаз болғанымды мақтан етемін, себебі ұстаз болу жай мамандық емес. Армысыздар, мен Шымкент қаласы Ұлықбек атындағы номер 3 жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Нуримова Зәуреш Әбдешқызы. Қазіргі уақытта ұстаздық салада жұмыс жасап жатқаныма 30 жыл болды. Бір қарағанда көп уақыт сияқты, бірақ осы жылдардың күні мен түні өмірімдегі ең бағалы, ең бақытты кездерім деп айта аламын. Мен бақыттымын, себебі мамандығым өзіме ұнайды. Мектеп табалдырығын аттап бастаған сайын оқушыларым сәлеметсіз бе, Зәуреш Әбдешқызы деп амандасқанда, өзіңді өмірде керек екендігіңді, адамзатқа, болашақ ұрпаққа керек екендігіңді сезініп, балалардың сыйлап, жымиған күлкісін көргенде осыдан артық бақыт бар ма деп өзіме есеп беремін. Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, мұғалімнің ізденісі, жан-жақтылығы, құзыреттілігі арқылы айқындалады. Заман ағымнан қалмай жұмыс істеу, жаңалықты игеру мұғалім жұмысының басты нысаны. Қазіргі заманға педагог, ізденімпаз, зерттеуші, технолог, өнертапқыш. Менің тәлімгерім Зәуреш Әбдешқызы шығармашылықпен жұмыс істейтін жаңашыл ұстаздың бірі. Өз сабақтарында заманауи ақпараттық технологияларды қолданып, өз тәжірибесімен бөлісіп отырады. Маған үнемі бағыт-бағдар беріп, ақыл кеңесін беріп отырады. Әбіке Әбілқайырқызы, сабақты қызықты жасай білсеңіз, оқушылардың жүрегіне жол қойып, олардың сабаққа деген қызығушылығын арттырасыз. Мұғалімнің оқушы арасында түсінушілік пайда болады. Жіті қақшау дейді нашымыз. Ақ бозат қандай әдемі, көк бозат қандай тамаша, екі бозат қандай керемет. Бірақ біз оларды қалай ұстаймыз? Қалай ұстаймыз? Қалай ұстаймыз? Атаңдар, таяқ. Иә, Абдулазиз. Содан бері бұл жолдарды жіті қақшы деп атады. Жақсы, отырған рахмет, балам отыруға жақсы. Өте қызық болды, иә? Отыраларыз. Шолпан жылдамаңыз бойынша емші қыз болып, әрменше сұлу болады. Заман ағымынан қалмай жұмыс істеу, жаңалықты игеру мұғалім жұмысының басты нысаны. Мен де жаңашыл ұстаздардың іс тәжірибесінен үйреніп, өз сабақтарымда заманауи білім беру технологиялар мен әдістерді пайдаланамын. Шолпан өзінің сұлулығымен және біліммен бөлсем деп бекітседен шақшысы келеді. Одан соң ол Шолпан жылысын. Оқушылар сабаққа қарағанда ойынды ұнататыны белгілі. Ойынмен ұйымдастырылған сабақ балаларға көңілді, жеңіл келеді. Ойын түрлерін оқу үрдісін пысықтау, қайталау, қорытындылау сабақтарында пайдалану өте тиімді. Өзім құрастырған ойындар жаңартылған мазмұндағы бағдарлама материалдың тақырыптарына сәйкес оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай алынған. Оқу орыс тілінде жүретін мектептерде балалардың тақырыпты тез меңгеру мақсатында ойын технологиясы арқылы біршама жетістіктерге қол жеткіздім. Ұрпақтарды ұстаздар тәрбиелейді, дейді халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы. Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған адам ұлы тұлға болып өсетінін жақсы түсінемін. Мұғалімдік өте жауапты іс екенін білемін.